Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Бұл сабақта біз сіздермен бірге осындай детская понча тоқып үйренетін боламыз. Мен қазір сіздерге сразу размерін өлшеп айтып кетейін. Неке иықтан бастап өлшегенде 34 сантиметр. Ол мына алдыңғы бөлігімен алған кезде. Және мен арт жағын кішкене ұзынырақ қылып жасадым. Арт жағымен қосқанда 37 сантиметр болады. Ширинасы менде 31 сантиметр. Мінекей. Бұл жилет бізге 1-2 жасқа келеді. Ары кетсе 3 жасқа дейін де киюге болады. Тоқымамызды бастау үшін бізге жіп қажет болады. Менде Alize Superlana Maxi. Метражы 100 грамда 100 метр. Түс номері 28. Және мына жерде жазылған 8-10 номерлі спицаларды пайдалану керек деп. Ол спицалармен тоқсаңыздар бос болып қалады совсем. Сондықтан да мен бұл жіпке 6 номерлі спицаны қолданамын. Мінекей осындай ұзын тросымен 6 номерлі спицы, және бізге қайшы қажет болады. Мына жіптің ұшын ұзынырақ қылып аласыздар. 50 сантиметрден асырып артығымен ала беріңіздер. Даже 1 метрде қылып. Егер сіздер мүлдем тоқып көрмеген болсаңыздар, онда менің каналымда спицамен тоқып үйрену сабағын міндетті түрде қараңыздар. Ол жерде осы ілмекті қалай іліп аламыз, оң және теріс қалай тоқимыз, соның барлығы үйретілген. Мен оның барлығын қайтадан түсіндіріп көрсетіп отырмайын. Сол видеоны көріп, меңгеріп, қолдарыңызды жаттықтырып алғаннан кейін ғана осы мастер-класты көре берсеңіздер болады. 42 петля теруіміз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41. Мінекей 42 петля тердім. Жіптің ұшы ұзынырақ болып артылып қалса, оны мен кесіп тастаймын. Мешать етпеу үшін. Енді тоқымамызды бастаймыз. Бірінші қатар, ең бірінші кромочный петляны біз тоқымаймыз. Әрқашанда бұны тек іліп аламыз. Бірінші қатардағы петлялардың барлығын біз оң тоқимыз. Мінекей осылай соңына дейін оң петлялармен тоқып шығыңыздар. Қатардың соңына келдім. Қатардың соңында біз әрқашанда кромочный петляны теріс қылып тоқимыз. Басында іліп аламыз, соңында теріс қылып тоқимыз. Мінекей тоқымамызды бұрып, келесі екінші қатарды тоқимыз. Кромочныйды іліп аламыз. Одан кейінгі петлялардың барлығын біз оң тоқимыз. Мінекей осылай болады. Бұл бізде платочная вязка узоры. Осылай қатардың соңына дейін барлығын оң қылып тоқыңыздар. Мінекей екінші қатарды да тоқып болдық. Енді әрі қарай өздеріңіз қыздар жалпы 9 қатар платочная вязка узорымен тоқып шығасыздар. Бізде мынау бірінші қатар, жаңағы тоқығанымыз екінші қатар, сөйтіп 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қатар тоқып шығасыздар. Одан кейін 10-шы қатардан бастап біз уже басқаша тоқитын боламыз. 9 қатар тоқып шықтым. Қараңыздар. Ең соңғы қатарымыз бізде пончамыздың теріс жағынан біту керек міне. 9-шы қатар. Теріс оң екенін қайдан білесіздер? Ең шетіндегі петляларға қарайсыздар. Мынандай төмпешік болып тұрса, теріс петлялар болып тұрса, бұл пончаның теріс жағы болады. Енді бұлай аударған кезде қарасаңыздар, мінекей мына шетіне қараңыздар, шет осындай әдемі болып тұрса, онда бұл пончаның оң жағы болады. Енді келесі 10-шы қатардан бастап біз бұлай тоқимыз. Қараңыздар. Мінекей. Мына платочная вязканы тоқыдық біз. Енді бас жағында 5 петляны платочная вязкамен жалғастырамыз.
және аяқ жағында 5 петлямен кромочныйды қосқан кезде 5 петлямен платочная вязканы біз жалғастырып тоқи береміз. Оң жағынан да, теріс жағынан да тоқығанда тек оң петлялармен тоқимыз. Ал мына ортасын, мінекей, сырт жағынан оң петлялар болып көрініп тұрады ортасы, ал іш жағынан барлығы теріс болып тұрады. Мінекей, осылай тоқитын боламыз қазір. Кромочныйды іліп аламын. 4 петляны оң тоқимын. 1, 2, 3, 4. Әрі қарай соңғы 5 петляға дейін барлығын оң тоқып шығамыз. Мінекей. Мінекей, соңғы 5 петлямыз қалды. Бұларды да оң тоқимыз. Енді теріс жағынан тоқимыз. Бастапқы 5 петля кромочныйды қосқан кезде 1, 2, 3, 4, 5. Бұлар оң тоқылады екі жағынан да. Енді мына ортасындағы петлялардың барлығын соңғы 5 петля қалғанша теріс тоқып шығамыз. Теріс петлялармен тоқып шығамыз. Мінекей, теріс тоқыдық. Арт жағынан қараған кезде бізде осындай оң болып тұрады. Соңғы 5 петлямыз қалды. Оның 4-еуін біз оң тоқимыз. Платочная вязка узорын жалғастырып, кромочныйды теріс тоқимыз. Тоқымамызды бұрып, енді оң жағынан тоқимыз. Оң жағын тоқыған кезде өте оңай. Барлығын сол оң петлялармен тоқи бересіздер. Қатардың басынан аяғына дейін. Мінекей, барлығын оң қылып тоқып шықтым. Енді теріс жағына аударамыз. Бастысы қарайтыны осы теріс жағында ғой. Кромочныйдан кейінгі бастапқы 4 петляны оң қылып тоқисыздар. Ортасындағы петлялардың барлығын теріс қылып тоқисыздар. Содан кейін соңында 4 петляны оң тоқып, кромочныйды теріс қылып іліп аласыздар. Мінекей. Ал оң жағында барлығын оң петлямен тоқисыздар. Осылай қыздар, сіздер мына пончомыздың етегінен бастап есептеген кездегі жалпы биіктігін 32 сантиметр болғанша тоқып алыңыздар. 32 сантиметр тоқыдым. Міне соңғы қатар теріс жағынан болу керек. Қазір өлшеп көреміз. Мінекей, 32 сантиметр болды. Енді оң жағынан тоқимыз қазір. Бізге мойнын шығару керек. Ол үшін біз деген қазір мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жақ шетінен 11 петля, және екінші жақ шетінен де 11 петля иығына қалдырып тоқитын боламыз. Ал мойнында бізде 20 петля қалады. Қазір осы 11 петляны мен 6 қатар тоқып шығуым керек. Мына жаңағы тоқығаным бұл бірінші қатар. Тоқымамызды бұрып, екінші қатар тоқимыз. Теріс тоқимыз. Узорды жалғастырасыздар. Алдында қалай тоқыдыңыздар, дәл солай жалғастыра бересіздер. Теріс. Одан кейінгі мына 4-еуі оң болады. Платочная вязка жалғасады.
және кромочный петляны теріс қылып тоқимын. Екінші қатар. Үшінші қатар. Төртінші қатар. Бесінші қатар. Және соңғы алтыншы қатар, ол бізде теріс жағынан біту керек. Мінекей 6 қатар тоқыдық. Енді қараңыздар, мына жіптеріңіз осы основной жіп болып тұрады. Бұны пока шетке алып қоямыз. Так, енді бізге мына 20 петляны басқа жіпке өткізіп алуымыз керек. Мына петлялардың барлығын спицаның екінші жағына өткізіп алайық. Өткіздік. Енді мында мойыннан 20 петляны басқа жіпке өткіземіз. Жіпке өткізіп алдым. Енді біз қазір мына екінші иығын тоқитын боламыз. Бұл жерде уже екінші жіптен жалғау керек болады. Мінекей оң жағынан бастап тоқисыздар. Үшінші қатар, төртінші қатар, бесінші қатар, алтыншы қатар тоқисыздар. Алтыншы қатар міне мына жақтан біту керек. 6 қатарды тоқып шықтық. Бұл біздің пончеміздің алды. Мінекей осымен алды бітті. Енді бізге қыздар артын тоқу керек. Осы жерден бітеді. Мінекей. Осылай ұшы қала берсін, оны ең артынан жасырамыз. Енді мына сол жақтағы спицаны оң жақтағы петляларға өткізіп аламыз. Себебі біз қазір мына жақтан бастап тоқимыз былай қарай. Барлығын оң петлялармен тоқимыз. Оң. Енді қараңыздар, мойында бізде 20 петляны алып қалған болатынбыз, е. Енді мына қазір арт жағына біз осы 20 петляны теруіміз керек болады. Оны былай жасайсыздар. Мінекей. Өстіп орап, іліп аласыздар. Бұл бізде бірінші петля. Екінші петля. 3, 4, 5, 6. Қатты тартпаңыздар, сәл бостау болсын. 9, 20. Енді келесі екінші иығын қосып тоқып кетеміз. Біз уже артқы екінші бөлігін тоқып жатырмыз. Осы бірінші қатарда асықпай, аккуратно осылай жинақтап отырып петляларды бір-біріне жақындатып отырып өстіп тоқып алыңыздар. Кейінгі қатарларда уже жеңіл болады. Мінекей қыздар. Ары қарай оп-оңай, ешқандай өзгеріссіз, оң жағын барлығын оң петлялармен, теріс жағында жаңағындай екі жағындағы платочная вязка узорын ұмытпай жасап отырып тоқисыздар.
мына арт жағының биіктігі, міне арт жағы мына жақтан басталады мінекей. Дәл осы жерден бүктелетін болады біздің пончеміз. Мінекей. Міне мына жаққа дейін тоқисыздар. 9 қатар платочная вязка тоқисыздар. Одан кейін мына шетін петлялардың барлығын біз бірге жабатын боламыз. Содан соң артының ұзындығын қараңыздар. Тура осы алдымен бірдей қылып жасасаңыздар да болады, немесе сәл арт жағын ұзынырақ қылып та жасасаңыздар болады. Ол жағы енді өз еріктеріңізде. Қыздар, тоқу барысында жіптеріңіз бітіп қалып жатса, жаңағы бір моток жіптеріңіз, мысалы мына жеріне келдім мен, осы жерден келесі жіпті жалғауға кеңес бермеймін. Оны потом артынан бізге жасырып отыруға қиындау болады. Сондықтан да мынаны тарқатып жіберіп, соңына дейін. Лучше келесі жіпті осы бұйымымыздың шетінен жалғаған дұрыс болады. Сол кезде мына артық жіптің ұштарын біз бұйымымыздың шет жағындағы петляларға жасыра салатын боламыз. Мінекей. Так, қыздар, мінекей, мынау алдым. Мынау артын тоқып болдым. Мен кішкене алдына қарағанда кішкене ұзынырақ қылып алдым. Так, мінекей, мен соңғы қатарым сыртынан тоқылған екен. Енді іш жағынан жабам. Егер сіздерде соңғы қатарларыңыз ішінен тоқылған болса, мына жақ шетінен жабатын болсаңыздар, оң жағынан, онда былай істейсіздер. Мен теріс қылып тоқимын. Барлық петляларды теріс қылып тоқып отырып жабамын. Ал егер сіздерде оң жағынан тоқитын болсаңыздар, оң жағынан жабатын болсаңыздар, онда барлығын оң петлямен тоқып отырып жабасыздар. Так, кромочный іліп алам. Теріс тоқим. Және мына алдыңғы петляны кигізем. Теріс тоқим. Алдыңғы петляны кигізем. Теріс тоқим. Алдыңғы петляны кигізем. Мінекей, теріс, артындағысын кигізем. Теріс, артындағысын кигізем. Соңғы жағына келдім. Теріс тоқып, алдыңғысын кигізем. Және ең соңғы петлямды теріс тоқимын да, соған кигіземін. Мына жіптің ұшын ең артынан жасыратын боламыз. Енді қазір біз мойнын тоқимыз. Мына жердегі 20 петляны спицаға өткізіп алу керек, қыздар. Өткізіп алдық. Енді біз мынау арт жақ мойны ғой, соның бұрышынан, мына жақ жанынан бастаймыз. Мына жақ шетіне бізге 4 петля теріп алу керек. Және екінші жақ шетіне де 4 петля теріп аламыз. Мінекей, мына жерде қарасаңыздар, бізде шетіндегі кромочный петлялар бар өзі. Осы кромочный петлялардың екі қабырғасына бірге іліп аласыздар. Міне 1, 2, 3 және 4-шісі. Мына 1 мен 4-ге маркер іліп қойыңыздар, белгілеп қойыңыздар 1-ші және 4-ші петляны. Маркер болмаса, үлгі басқа түсті жіппен белгілей салсаңыздар болады. Енді мына 20 петлямызды тоқимыз. Енді келесі екінші жақ шетінен 4 петля тересіздер. Осы кромочный петляның екі қабырғасына бірге алып, 1, 2, 3 және 4-ші, үлкен тесік болып қалады деп қорықпаңыздар, потому что бізде мында бұл жіптің ұшы бар. Біз кескеміз осы жерден. 1-ші және 4-ші петляны белгілеп қоям. Осы жерден бастап біз мойынның артқы жағынан 20 петля іліп алуымыз керек.
Алдында 20 болса, артында да 20 болады. 3, 2 қабырғасынан, мінекей, 2 қабырғасына бірге іліп аламыз. 4, 5, 6, 20 петля болды. Мінекей, айналдыра отырып, мойыннан петляларды іліп алдық. Бұл бізде бірінші қатар, барлығын оң тоқыдық. Енді келесі қатарда біз барлық петляларды теріс тоқитын боламыз. Мына жерден бір орта жағынан спицаның тросын осылай шығарып қойсаңыздар болады. Сонда тоқуға ыңғайлы болады кішкене. Мына маркермен белгілеп қойған петляларды біз қысқартуымыз керек. Бірінші мен екінші петляны теріс қылып тоқимыз. Екеуін қысқарттық, біз. Келесін жалғыз өзін тоқимыз да. Және мына төртінші петляны біз алдыңғы тұрған петлямен қосып қысқартамыз. Мына жақта екі петляны қысқарттық басында. Ортасында біреуін тоқыдық, одан кейін келесі екі петляны қысқарттық. Қалған петлялардың барлығын теріс қылып тоқи бересіздер. Так, мына жерде міне белгіленген петляға келдік. Осы петляны мына алдыңғы петлямен қосып теріс қылып тоқимыз. Так, ортасында біреуі тоқылады және келесі екі петляны қысқартуымыз керек. Қалған мойынның арт жағындағы петляларды теріс тоқып шығамыз. Қайтадан біз қатардың басына келдік. Екінші қатарды бітірдік. Осы жерден өздеріңіз шатасып қалмас үшін белгілеп қойыңыздар. Қатардың біткенін осы жерден біліп отырасыздар. Келесі бізде үшінші қатар. Үшінші қатарда барлығын оң қылып тоқимыз. Қыздар, енді қараңыздар, осылай кезектесіп отырады. Үшінші қатар оң тоқылса, төртінші қатарда теріс тоқылады барлығы. Бесінші қатарда оң тоқылса, алтыншы қатарда барлығы теріс тоқылады. Ары қарай оп-оңай. Мен қазір өзім 9-10 қатардай тоқып шығам, содан кейін көрем. Егер ұнаса солай қалдырам, болмаса мойны қайырылатындай етіп жасаймын. Қыздар, қараңыздар, мен 10 қатар тоқыдым, мойнын осылай қысқа етіп те жасасаңыздар болады. Мен жақта петляларын жауып, бүйтіп қарап көріп жатырмын. Мен өзім мына жерде 10 қатар тоқыдым ғой. Енді қазір тағы да қосымша 13-15 қатар примерно. Енді қайырып отырып, қарап отырам өзім. Примерно 13-15 қатар тоқимын, содан кейін петляларды жабатын боламыз. Қыздар, мен общий 24 қатар тоқып шықтым. Ең соңғы қатарда міне петлялардың барлығы теріс тоқылған болу керек. Келесі қатарда оң тоқу керек. Біз петляларды жабатын боламыз. Одан кейін қараңыздар, менде 2 моток кетті. Мойынның жартысына келген кезде екінші мотогым бітіп қалды. Үшінші мотоктан мінекей осынша ғана жіп кетті менде. Осыншамасы артылып қалды. Мына петляны жабатын кезде, мысалы, менде 6 номерлі спицыма бір жарты размерге, немесе бір размерге кішілеу спица алғандарыңыз дұрыс жабу үшін. 5,5 немесе 5 номерлі спицы болады. Так, бірінші петляны оң қылып тоқимыз. Келесі екінші петляны оң қылып тоқимыз. Енді мына сол жақтағы спицаны осы екі петляға бірге кіргіземіз. Мінекей, кіргіздік қой. Енді оң жақтағы спицамен біз екі петляны қосып осылай тоқимыз. Мінекей, қайттан көрсетем. Бір петляны оң қылып тоқимыз. Сол жақтағы спицаны екеуіне кіргіземіз. Және екеуін қосып бір тоқимыз.
бір петляны тоқимыз, спицаны екеуіне кіргіземіз, екеуін қосып бір тоқимыз. Бір петляны тоқимыз, спицаны екеуіне де кіргіземіз да, екеуін қосып бір тоқимыз. Біз неге бұлай жауып жатырмыз? Себебі осындай әдіспен жапсаңыздар, сіздерде шеті эластичный, яғни бүйтіп созылатын болып тұрады. Егер де біз бағана етегін жаптық қой мына жерде. Міне, етегін жапқан сияқты осындай әдіспен жапсаңыздар, эластичный болмайды. Баланың басына кигізетін кезде бізге қатты созылғаны керек қой. Сондықтан да осындай әдіспен жабу керек. Так, неке. Біреуін тоқимыз, спицаны кіргізіп, екеуін бірге бір тоқимыз. Біреуін тоқимыз, спицаны кіргізіп, екеуін бірге тоқимыз. Неке соңғы петляға келдік, оны да неке бір рет тоқимыз, және соңғы екеуін бірге қосып тоқимыз. Болды, неке мына жібімізді шығарамыз. Енді бізге қазір біреу жіптердің ұштарының барлығын инемен жасыру керек болады. Арасында да тесік болып қалса, екінші жақ шетіне жіпті өткіз жеріңіздер. Осында ашылып қалған тесіктерді барынша бізге жауып шығу керек қой. Осы жерден мына жібімізді дәл екіге бөлеміз да, осылай. Мына жердегі бір петлядан бір петляға өстіп жартысын былай өткізіп, енді біз түйіндеп байлауымыз керек, жібіміз сетінеп кетпес үшін. Бұны мойынның сырт жағынан істейсіздер, себебі біз қайырған кезде ол астында қалып қалады, көрінбей қалады. Неке. Содан кейін ішінде менде екі жіптің жалғанған жері бар. Неке. Мына жағында жасырып қойдық. Басқа шығып тұрған іш жағындағы, сырт жағындағы, жанындағы мынандай жіптердің барлығын дәл солай жасырасыздар. Енді түймесі, қараңыздар, бұл түймені мен жай декоративный түйме ретінде пайдаландым. Тек мына алдыңғы бөлігінде ғана тігілген олар. Міне. Осы жеріне ғана тігілген. Ал шетін іш жағынан тігіп тастадым осылай. Тіккен кезде міндетті түрде мұқият қараймыз. Қараңыздар, мына кромочный петляның бер жағындағы қабырғалары екі жақ шетінен менде қалған. Сондықтан осындай әдемі узор болып тұр. Тек ар жақтағы қабырғаларынан ғана тіктім. Неке былай аударып көрсетейін. Міне бер жақтағы қабырғалары. Осылардан прямо айналдырып отырып, осылай тіге салдым просто. Мінеке. Осымен біздің мастер-классымыз аяқталды, қыздар. Қараңыздар, осындай әдемі пончо шығады бізде, өте жып-жылы. Өздеріңіздің қалауларыңызша мына алдына аппликация жасасаңыздар болады. Вышивкамен ба, немесе кішкене қалта, екі қалта тігіп жасайсыздар ма, немесе үлкен бір қалта жасайсыздар ма мынандай жақ шетіне. Ол енді өз еріктеріңізде, өз фантазияларыңызға байланысты. Видеоны соңына дейін көріп шыққандарыңызға рахмет. Егер ұнап жатса, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыздан шабыт алып, мен басқа да қызықты мастер-класстарды шығарып тұратын боламын. Сау болыңыздар.